Үйленгеннен кейін біраз уақыт зайыбым бала көтермеді. Ал өзім қатарлардың алды 4-5 бала сүйіп үлгерген, деп бастады сөзін Жиделідегі ауыл қариясы Жұманов әскер қол орамалмен бетін желпіп қойып. Ойлана бастадым. Бәлкім кінә өзімнен шығар. Басқа келіншектерге барып байқайын дедім. Сөйтіп көлденең жүріске де салынып көрдім. Бірде біреу маған «Қубас, саған не керек?» деген қатты сөз айтты. Жүрегіме инедей қадалды. Сол сәтте көзімнен жас шығып кетті. Оған жауап та қайтарғаным жоқ. Бірден үйге тарттым. Үйге қонаққа енем келген екен. Дұрыстап амандаспасам керек. Төргі бөлмеге өтіп кетіп, жатып қалыппын. Анам 2 рет келіп, еш нәрсе дей алмай кетті. Содан іңір қараңғысы болғанша далаға шыққаным жоқ. Анам да, зайыбым да зыр жүгіріп жүр. Бір нәрсе болған екен деп қорқып кетіп, қарғып тұрдым. «Апа, бірдеңе болды ма? Неге құрақ ұшып жүрсіңдер?» дедім ойымды жасырмай. «Не болсын? Еш нәрсе болған жоқ. Келгенде түрің қабыржып кетіпті. Қу жалғыз-ау, сенің қас-қабағыңа қарамағанда қайда қараймыз? Біреу қатты сөз айтты ма екен деген ой жүрегімді түйрей өтті». Анамның жауабы әсер етті ме? Өзім біреудің «Қубас, саған не керек?» деп айтқанын, сол үшін қатты ренжігенімді жасырмай айтып салдым. Енем қайтарында: «Қыз шешесіне тартады емес пе? Келіндерің 35-ке келгенде тууы керек» деп айтып кетіпті. Сол жылы мен 34-те едім. Құдай оң көзімен қарап, әйелім жүкті болды. Келер жылы ұл бала өмірге келді. Менің есімде қалғаны содан кейінгі перзенттерімнің ішіндегі 4-ші бала Қасқа болып туды. Қасқа болғанда да маңдайынан желкесіне дейін жүн шықпайтындай терісі жып-жылтыр. 40-на толмай жатып, емгенде кішкентай алақанымен шешесінің төсін қаққылағандай болатын. Оған аса мән бере қойғанымыз жоқ. Кейіннен түрлі қылықтар шығара бастады. Өзіміз қорқайық дедік. Сонан соң амалсыз ұзақ жылдардан бері фельдшер болып жұмыс істейтін Ажарға барып көрсеттік. Ол баланы ары-бері көріп, жүрегін тыңдап, тексеріп болғаннан кейін: «Тас маңдай», деді көзімізді бақырайтып қойып. «Бұл бала сенің маңдайыңа симайды. Сен мұны адам етемін десең, тіл көзден таса аралға апарып бақ. Еш жері ауырмайды. Тек Құдай мұны өзгеше етіп жаратқан». Шынында бала өзгеше еді. 3 ай болмай жатып, былдырлап сөйлей бастады. Аяғы да адам айтса нанғысыз ерте шықты. Әлгі фельдшер айтқаннан кейін өзіміз тұратын үйге қоса және бір киіз үй тіктік. Алдына үйге келген жолаушы атын байламасын деп қазық қадағанымыз жоқ. Жеке бағып жаттық. 10 айға толғанда малдарымызды танитын болды. Бірде қайынатам қонаққа келген. Оған бие мінгіздім. Атам биемді мініп, үйіне жүргелі тұрғанда, әлгі 10 айлық бала киіз үйден шыға келіп: «Ата, андағы біздің ат, сен мінбе?» депті де қайтадан кіріп кетіпті. Келсем, атам: «Биеңді алмаймын. Ана кішкентай балаң сөйтіп айтты» деп отыр. «Сіздің үйіңізге жаяу жібермеймін ғой. Мініс атымды мініп кетіңіз. Қатынасқан біреуден беріп жіберерсіз» деп әрең көндірдім. Сонан кейін ол баланың өмірі ұзақ болған жоқ. Сол күні зайыбым екеуміз де үйде едік. Күн ортасынан ауып қалған. Кәдімгі үлкен адамдарша менің түріме қарап, қолымды алды. Қоштасқандай кішкене алақандарымен қысып-қысып қойды. Бірдеңе сезгендей зайыбымда төсектің жанына қатар келе қалыпты. Оның да қолын алып, мойнынан тас қылып құшақтады. Сонан соң асықпай барып төсегіне жатты. Бірдеңе болатындай-ақ екеуміз де
кішкентай балаға көз алмай қарап қалыппыз. Ол бізге көзінің қиығымен қарап жатты да, ешқандай қиналмай жүріп кетті. Әскер атаның аузында тісі жоқ еді. Әр сөзін анық айтуға тырысқан болу керек, асықпай әңгімеледі. Мен де мұқият тыңдап отырмын. Әңгімесін айтып біткен соң үнсіз қалды. Қарасам, жанары жасқа толып тұр екен. Осы әңгіме жатсам тұрсам ойымнан кетпейді. Сенейін десем, адам нанғысыз. Ертесіне арнай барып қайта сұрадым. Ата, кешегі айтқан әңгімеңіз рас па? Біртүрлі сеніңкіремей тұрмын, дедім. Сәл үнсіздіктен кейін әскер қария жауап қайтарды. Жасым 76-да, төрімнен көрім жақын. Өтірік айтып қайтем, ол бала әлі күнге дейін өзімнің де есімнен кетпейді, деді жанарына жас алып. Адамның ақыл ойы жетпейтін нәрсенің бәрін Құдайдың құдіретіне теңейтін халықпыз ғой. Естіген әңгімеге иланбауға шарам қалмады. Бұл да мына толғауы 90 тіршіліктің бір жұмбағы шығар.